Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Бір мектептің көпті көрген тәжірибелі ұстазы бірде өз оқушыларына мынадай тапсырма береді. Сынып бойынша оқушылар тізімін жасап, оның әрбірінің тұсына өзіне ұнамды қасиеттерін жазу қажет еді. Сабақ соңында ұстаз барлық оқушының жасаған тізімін жинап алып кетеді де, анықтама жасап, әрбірінің тұсында сыныптастары байқаған қаншама жақсы қасиеттері бар екенін жазады. Содан соң келесі сабақта оны оқушылардың өздеріне қайтарып береді. Оқушылар үшін бұл үлкен өзгеріс болатын. Жоғары сыныпты бітіргелі отырғанның әрбірі өзі туралы сыныптастары осыншама жақсы ойлайтынын білгенде, тіпті сабақ үстінде сыбырласып қалып та еді. Мүмкін емес, шынымен де солай ма? Менің бойымда осындай қасиеттер бар ма? Сене алмай тұрмын. Ұстаздың да күткені осы болатын. Ол осылайша әрбір шәкіртінің бойына өздеріне деген сенімнің дәнін сеуіп еді. Бірнеше жылдан соң сол бірге оқыған сыныптастарының бірі кездейсоқ апаттан қайтыс болады. Оның соңғы сапарға шығарып салуға бірге оқыған сыныптастарының бәрі жиналады. Тәлім берген баяғы ұстазы да. Қаза болғанды ақтық сапарға шығарып салған соң, оның әкесі ұстазға келіп бір қағазды ұстатады. Мен сізге мынаны көрсетсем деп едім. Бұл баламның үнемі қалтасында, әмиянының бір бұрышында жүреді екен. Заттарын қолыма бергенде арасынан тауып алдым. Ол туралы балам маған айтып берген, есіңізде ме? Бұл қағаз баяғы жоғары сыныпта оқып жүргенде ұстаздың өзі жасатқан тізімі болатын. Сізге үлкен рахмет. Балам аз ғұмыр жасаса да, сіздің берген тәрбиеңіз бен бойына құйған сеніміңіздің арқасында әжептәуір жетістіктерге жетті. Ол нағыз адам болды, және солай болып қалыптасуына да сіздің үлесіңіз үлкен, деп ұстаздың қолын қысты. Қайтыс болған баласының әкесі. Тап осы кезде керемет оқиға орын алды. Сол жерге жиналған сыныптастардың барлығы да қалтасынан осынау тізімді шығарып бастады. Ұстаз, таныдыңыз ба? Бәрінің қолында сонау мектеп қабырғасында ұстаздың өзі жасаған, яғни оқушыларының өзіне жасатқан тізімі еді. Бірі оны үнемі өзімен бірге алып жүрсе, екіншісі отбасылық альбомының бірінші бетінде сақтайтынын айтып жатты. Мұндайды тастау мүмкін бе? Деді бірі толқып тұрып. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.